Мұрат Есжан, миллион доллар. Әңгіме. Тарт деген бұйрық естілді. Тартып қалдым. Мен осы біртүрлі адаммын. Біртүрлі болғанда қалай, сырт көзге кәдімгі орта статистикалық қазақ тілі пәнінің мұғалімімін. Бойым ортадан сәл жоғары, түр әлпетім ұсқынсыздан сәл әдемі, жағдайым тақыр кедейден сәл жоғары. Қысқасы, кәдімгі бозбала кезіне дейін ауылда өскен, 17-сінде қалаға келіп, содан бері Алматыда Рысқұловтан төмен тұратындардың қатарын көбейтіп жүрген көп қазақтың бірімін. Мендейлері қазір жоқ дегенде менің маңайымда біртүрлі емес, нағыз басым көпшілік есепті. Екінің бірі мен секілді. Біртүрлі боп тұрған менің ойларым. Өз-өзіммен қала қалсам, ондай сәт менде көп болады. Ойдан қырдан қашқан небір ойлар рұқсатымды күтіп жатпастан, өзара кезекте сақтамастан, санамды теуіп кіріп, бір-бірімен мидай араласып, ойран ботқалары шығады да жатады. Сонда ол не ойлар дейсіз бе? Жоқ, қазақ тілінің тағдыры, оқушыларымның үлгерімі, бағаның қымбаттағаны, бұлар онсыз да орта статистикалық қазақ мұғалімінің басына келетін ойлар ғой. Меніңкі мысалы, не мысал етсем екен? Директор мені мақтап жатқанда шешесінен боқтап жіберсем, реакциясы қалай болар еді, деген сияқты ойлар ғой. Соны мен өзім байқамай қалсам, аудандық тамыз конференциясына барғанда сөз сұрап ортаға шығып, ағайын мен сіздерге сальто жасап көрсетейін десем, мынау бар. Таксиден түскен соң ол қозғала бергенде дөңгелектің астына аяғымды қойып қалсам, сүйегім үгіліп кететін шығар. Қызық, ондай кезде жүргізуші кінәлі бола ма екен? Қасымнан жүгіріп өткен адамның алдынан аяғымды көлденең төсей қойсам. Мысалы, міне 5-6 жасар бейтаныс бір бала маған қарай құстай ұшып келеді. Менің артқы жағымда шешесіне келе жатыр, білем. Бала қасымнан өте бергенде шағып құлатсам. Сосын мысалы шешесіне не деп ақталуы мүмкін? Аяқ асты түлен түртті дейін бе? Неге өйткенімді өзім білмеймін дейін бе? Ол бала құлағанда алдына емес, ары қарай көшеге қарай ұшса. Сол сәтте қатты келе жатқан бір көлік қағып өтсе. Түсіндіре алдым ғой деймін. Қысқасы, осындай пайдасыз, көгала қырт, мыжыма, кей есепте қауіпті ойлар. Қауіпті ойлар демекші, күніне бір уақ ештеңенің қарасы жоқ, өзімді өлтіру тәсілдерін тізбелеймін. Жоқ, Құдай сақтасын, өміріме еш өкпем жоқ. Орта статистикалық қазақ келіншегіне тәні сүйкімді, ақылы һәм тілі бар. Алдыңғы екеу әрине тұрақты шамалар емес. Әйелім балпанақтай 2 балам бар, әке-шешем тірі, бауырларым сау, тұрақты жұмысым, аса көп болмаса да әр айдың 10-ына кешікпей түсіп тұратын тұрақты айлығым бар. Сөйте тұра, алда-жалда деймін де, өлгім келе қалса қалай өлер едім деген сұраққа ой жүгірте бастаймын. Өзіме ең оңай, тиімді жолы атылып өлген құстай көрінеді. Ешқайда бармайсың, ешкімнің көзіне түспейсің, әрі орындалуы да тез. Есікті кілттедің, тапаншаны оқтадың, аттың. Бітті. Өзіңе кескен үкімнен айнып, қалыпты үлгермейсің. Бірақ оған құрал қайда? Тартпаңдашсаң, тапанша жататын сен кинода жүрген жоқсың ғой. Негізі бір Макаров па, ТТ ма, бірдеңе қою керек еді деймін сосын. Атын білетін қаруларымды еске алып. Қайдан алам, қалай алам, қай ақшам алам, бұл қиялым осы жерден тоқтайды. Екінші орында биіктен құлау. Ары бері өткенде көзге басып қойған бірнеше нүктем де бар. Әсіресе әне бір 2 биік ғимаратты жалғап тұрған жаяу жүргіншілердің көпірі жақсы вариант. Айтпақшы, тәп қазір соның тұсынан өтіп бара жатырмын. Екі жағындағы жақтауы кіндіктен сәл асатын темір шарбақ. Асып түсу дым емес. Әлде бір шатырға көтеріліп, құзға шығып әуре болмайсың. Бір аттап, шарбақтың құлар жақ бетіне шығасың. Өкшен ғана сиятын, не деп атайды, плита еденнің біткен жеріне табаныңды тіреп тұрып, қолыңды жібере саласың. Көпірдің биіктігі осы тұрғанда шамамен 7 қабат үйдей. Жақында жаңалықтардан көрдім, біреу 3-ші қабаттан секіріп мерт болыпты. Оның қасында 7-ші қабат мақтанарлық меже. Асылып өлу туралы ойланғым келмейді. Әжем айтатын, өлімнің қандай қиын екенін татқың келсе, асылып өл деп. Оның үстіне арқанды қалай байлауды білмеймін, ваннаға жатып тамырыңды кессең, қатты ауырғаны білінбейді дейді. Жоқ, мұндай баяу папысты өлімнің керегі жоқ. Ұшып келе жатқан көліктің алдынан шыға келсем, байқамай өлген болам.
бірақ айдаладағы біреудің обалына қалам, иә. Осының бәрін тізбелеймін деп, ертеңнен кешке дейін өлім туралы ойлайтын құсап қалдым ба? Бұл менің әлгі көпірдің тұсынан өтіп бара жатып бір сәтке ғана жылт етіп үлгеретін ойларым ғой. Әйтпесе позитивті ойлар да жетеді. Мысалы, мен Индонезияда туған болсам, индонезиялық екенімді мақтан етер ме едім? Түрік болсам, ағылшын болсам, мақтан ететін шығармын. Ал енді перулік болсам ше? Менің Перу туралы білімім аз екен, сондықтан пәлен дей алмаймын. Олар да мүмкін колумбиялық, не аргентиналық болмағандарына іштей шүкір ететін шығар. Тфу, міне Перу. Жалпы позитивтік ойларым туралы айтайын деп отыр емес пе едім? Мысалы, мен таңертең жұмысқа барғанда ұжым тік тұрып қарсы алса, не боп қалды десем мен, түнде сіз директор сайландыңыз. Оу, менен неге сұрамайсыңдар? Шарт-бұрт кессем. Сұрамаймыз, өйткені бұл районның бұйрығы. Далақтап районға барсам, сендер өзі мен адам құрлы көресіңдер ме? Адам құрлы көргесін директор етіп отыр емеспіз бе? Ау, бір ауыз сұрамаймысыңдар? Сұрасақ бас тартамысың? Тартам. Жарайды онда, бұйрықты қайтып алдық. Сендердегі тәрбие завучы Айнар директор болады. Тұра тұрсаңдаршы енді. Мен директор болуға қарсы емеспін. Тек менің келісімсіз тағайындағандарыңа қарсымын. Болды. Завронағы бұйрығы екі болмайды. Қазірден бастап Айнұр завуч. Салым суға кетіп бұрыла бергенімде қарсы алдымда Айнұр тұрса, шапалақпен жағымнан тартып қалып, сабағыңа бар сүмелек десе. Таптамаша директор болу туралы позитивті ойларым әдетте осындай мағынасыз әрі негатив нотада аяқталып жатады. Сосын тұрамда, құрсын деп, ақша туралы ойлай бастаймын. Әсіл ақша туралы ойламайтын адам кемде-кем шығар. Менің әдеттегідей өз стилімде қияли $1,000,000 ұтып алсам, осының бәрін мыжып, неге тізбелеп отыр деңіз. Немесе демеңіз, ойлар орындалады деген рас екен. Жоқ, әзірге өліп қалған жоқпын. Перулікте болып та кетпедім. Тамыз конференциясында сальдо жасамадым. Дәуде болса директор болған шығар деп отырған шығарсыз. Қателестіңіз. $1,000,000 ұтып алдым. Иә, қағыс естіп отырған жоқсыз. Мен лотереядан $1,000,000 ұтып алдым. Былай болды. Бірде әріптесім екеуміз, атын айтсам жарнама болып кетер. Ойбой, солар менің жарнамама мұқтаж екен. Ойлаңызшы, мұқтаж болып шығып, әңгімеңізге атымызды қосыпсыз деп пәлен $1,000,000 ақша төлесе. Жоқ, атымызды рұқсатсыз пайдаландың деп пәлен $1,000,000 айып салса. Түгілен мол деген сауда орталығына барғанбыз кино көруге. Кассада тұрғанда 15,000 теңгеге сауда жасасаңыз, лотереяға қатыса аласыз деген жазуды байқадым. Шығар кезде тағы көзіме түсті. Сұрастырсам, киноның билеті попкорн мен коланың шегіне жарап тұр. Шекті лақтырып жібермей сақтап қойғаным мұндай абырой болар ма? Тек бір мәселе бар. Лотереяға қатысу үшін әлі 5,000 түбіртегі керек. Сен саяси карта іздеп жүредің ғой, дедім әріптесіме, лотерея туралы ойымды ашып айтпай. Әне бір бутикте бар сияқты. Әріптесім оқу құралдарын сататын бутиктен 6,000 теңгеге әлемнің саяси картасын сатып алды. Дұрысы көндірдім деуге болады. Кассада аңдып тұрып шегін сұрап алдым. Лотереяның өтетін күнін дегбірсізденіп қатты күттім. Бұған дейін қалай байқамағым? Бүкіл әлеуметтік желі, бүкіл радио телеарна сол лотоның жарнамасын жасап жатқанына бір ай болған екен. Төбе Америкада ашылған, енді міне жағалай жылжып, Еуропаны тұтас жайлап, бізге келіп жеткен беті осы көрінеді. Пікір орнына кино деп жазсаң, машина ұтып аласың деген уақ түйек емес, бас бәйге $1,000,000. Ұтыс ойынның өзінің де аты лото миллион. Одан бөлек бизнес класты үй, $100,000 $1,000 мәшине, толып жатқан қымбат сыйлықтар. Ал анау Дубайға жолдама дегендер жұбату сыйлығы есептілердің қатарында жүр. Сөйтсем мен ғана емес, осы бір ғажайып лотереяның билетін сатып алған орта статистикалық қазақтың бәрі оның өтетін күнін тап мен секілді дегбірсізденіп күтіп жүріпті. Ұтыс офлайн әлгі молдың холлында өтеді. Саңшорғыштар ойнатылып жатқанда Құдайдан осы шығып қалмас екен деп тілеп отырған адамдарды көрдім сол жерде. Өзімде Құдайдан тілемесем де, шаңсорғыш ұтсам, жеп тепкілеп өкінетіндей халде едім. $1,000,000 жарнамасының өтімді болғаны сондай, мына иін тірескен мыңдаған лотошының әрбірі құрығанда осы жерден Lexus мініп кететіндей эйфорияда еді. Оған бас-басына бәйге қайда? Шаңсорғыш, теледидар, телефон, ноутбук, компьютер, жолдама сияқтылар ойнатылып біткен сайын ұтудың ықтималдығы кеміп, сол аз орайда
алынуы мүмкін ұтыстың бәсі артып, кернеу ұлғая түскен. Менің дәмем не көлік, не пәтер. Осы кезде екеуі де ойнатылып кетті. Пәтерді тұтқан жігіт: өзімнің басымда екі үйім бар, мынау үшінші пәтерім. Жақында дүниеге келген баламның атына жазам, деп қатырды. Драма үшін болмаса, басқалардың көңілі үшін болса да, кеше бір бөлмелі жатақханадан 5 баламен қуып жіберді дей салмай ма? Мен болсам тап солай айтар едім. Амал не, аспаннан шұға жауса, сорлыға ұлтарақ бұйырмайды. Кенет аспан айналып жерге түсетін оқиға осы кезде болды. Менің жылдар бойы миллиондаған ойларымның арасында жоғалып қалмай, адасып кетпей келе жатқан қиялым орындалды. Жүргізуші $1,000,000 ұтыс үшін оқып шыққан алтысан менің билетімде жазулы тұрған өз көзіммен көрдім. Өтірік, бұлай болу мүмкін емес. Өмірімнің әп-сәтте осылай өзгеріп кетуі қисынсыз. Бұл $1,000,000-ды онсыз да $1,000,000 бар біреу ұтып алуы тиіс. Дегенде келген ойлар осы болды. Жоқ, дұп-дұрыс. Жүргізуші менің қолымдағы сандарды қайталап оқып тұр. Так. Мүмкін көзім құлағым айлесіп, маған қате сандар көрсетіп тұрған шығар. Әлде керісінше, құлағым көзімнің көргенін естіп тұр. Есімді әрең жиып алдым. Мынау түсте емес, қиял да емес, шын болып жатқан жағдай. Иә, мен жаңа ғана $1,000,000 ұтып алдым. Әрбірден соң деймін, мұның түс емес, өңім екеніне көзім әбден жеткен соң, ол бір сана жетпес цифр емес қой, бар болғаны $1,000,000, 500 миллион теңге. Тоқтамай істесем, 1000 айда, 1000 ай деген 83 жыл, оны білетінім, қадір түні 1000 айдан қайырлы дегенде ылғи 83 жыл деп түсіндірмей беретін еді ғой. Иә, 83 жылды табатын ақшам, бәрібір оңай ақша емес екен. Енді не істеу керек? Осы кезде жүргізушінің ұтыс алдында берген инструктажы есіме сағита қалды. Егер ұтысқа ие болып жатсаңыз, өзіңізді жария етпеуге қақыңыз бар. Біз сіздің жеке шекараңызды, қауіпсіздік мақсатында құпиялығыңызды сыйлаймыз. Америка ғой бәрібір. Біздіңкілер болса, шықсаң да шығасың, шықпасаң да шығасың. Ортаға шығарып мүмкін болса жылатып, сосын әлдегімге алғыс айтқызып қояр еді. Мыналар құпиялығыңды сыйлаймыз деп тұр. Расау, менің $1,000,000 ұтқанымды білсе, ұрғарының бәрі менің соңыма түспей ме? Қарыз сұрағыштардың өзі ұрғардан бетер тонап кетер. Бұлары жөн екен. Есіме түскені, мұндай жақсы болар ма? Мен ұттым деп қарғып шыға жаздадым ғой. Жалмажан билетімді тағы да тексердім. Дұп-дұрыс. Бұл жолы ақылым орнына толық келіп, $1,000,000 ұтып алғаным туралы шындық ащы болса да анық мойындап едім. Үйге әдеттегідей автобуспен емес, таксимен қайтып келе жатып, әйелімнің қалай қабылдайтынын елестетумен болдым. Ол әрине сенбейді. Сол кезде Инстаграмды ақтарып отырып, жүргізушінің сандарды тізбелеген сәтінен бір үзік тауып алдым. Бақытты билетті алдына жайып қойғанда алақанның жартысындай ғана қағаз. Жайып деп айтуға келеме, бірақ көлемі кішкентай болғанымен, ол билетке $1,000,000 сыйып кетіп тұрған жоқ па? Оның қасында түкке жарамайтын газеттердің өзін жайып қойып қолданамыз ғой. Тағы лақып кеттім. Мейлі, қойып, тексер деймін маңғазданып. Ол тексеріп отырып, қате тауып алады. Мен есім шығып тағы тексерем. Ойымның осы жеріне келгенде өз қиялымнан өзім шошып, билеттегі нөмір тағы тексердім. Қатесі жоқ. Қысқасы, сонымен әйелімнің көзі жетеді. Екеуміздің бақыттан басымыз айналып, осыған дейінгі ұрыс-керісті тегіс ұмытайық, жаңа өмір бастайық деп үздігісеміз. Менің қателіктерім үшін кешірім сұраймын, ол әлбетте кешіреді. Бірақ сәтте үйіне долларовый миллионер болып оралған күйеуін қандай әйел кешірмесін? Тап солай болды. Әуелі сенбеді, кейін билеттегі сан фотошоп деп шықты. Инстаграмдағы видео фейк деді, пранк түсіріп жатырсың деді. Ақыры сендіре алмадым. Мейлі, о да дұрыс дедім де қойдым ішімнен. Әуелі ақша қолыма тисін, кім біледі? Жоқ деймін де, кім біледі емес, анық ұтқаным анық. Осыдан ұтпаған болып шықсам, ол шындыққа енді жүрегім шыдамайды. Таңда әрең атырдым. Жоспар құрғым келеді. Оған қолымда құр принтер шыққан ешбір заңды күші жоқ билеттен басқа түк жоқ. Құрмайын десем, $1,000,000 ешбір жеріме сыймай барады. Ең болмаса, ойша емін еркін жұмсасам дейсің. Ертеңіне лото миллионның кеңсесіне бардым. Көрер көзге сенім ұялататындай-ақ еңселі ғимаратта орын теуіпті. Былтыр зейнетке шыққан Оспан ағайға балалары көлік сыйлап, соны салоннан салтанатты түрде шығарып алуға
осындай бір жерге келгенбіз. Мәшинені де перзентханадан бала шығарғандай жиылып келіп, шашу шашып, сөз сөйлеп, ән айтып, әлпештеп алып кететінді содан көргем. Мына жердің кейпі сол көріністі көз алдыма келтірді. Менде миллион долларымды солай алаулатып, жалаулатып, туған туыс дос жаранның қолпашымен алып кетем бе екен? Бұрын кім миллион доллар ұтып көріпті? Шынымды айтсам, оны қалай алатынды да миыма сыймайды. Мысалы, Каспийме аударса, ол тыңқ етіп, әлбетте теңгемен түседі ғой, 500 миллион теңге боп түссе. Сосын дүкенге кіріп нан алсам, сізде 400 миллион 990 мың 850 теңге қалды деп хабарлама келіп тұра ма? Жоқ, Каспийге аудартуға болмайды. Кредитімді ұстап қалады. Ау, енді кредитіңді жаппағанда, ол ақшаның бәрін не қылмақшысың? Кенет маған миллион доллар кредитімді жауып, нан алғанмен-ақ бітіп қалатындай көрініп кетті. Сізге не көмек керек? Деген сөз ойымды шорт үзді. Шашының бір жағын менікінен де тықыр етіп алған, екінші жағын әйелінікінен де ұзын етіп өсірген бір қыз қасыма келіп тұр екен. Мен оған лотереядан ұтқанымды айтып, билетімді көрсеттім. Қыз мені бір бұрыштағы үстелге ертіп әкелді де, бір шынаяқ кофе ұсынып, билетімді алып әлдеқайда кетіп қалды. Осының бәрі қас-қағымда болғаны сондай, айырылмаймын деп отырғанда билетімді қалай қолына беріп қойғанымды өзім аңдамай қалдым. Енді ол билеттің менікі екенін қалай дәлелдемекпін? Әне бір кинодағыдай, сіз футболкамен кепка ұттыңыз деп, лото миллионның қағаз пакетімен келіп тұрса қайтпекпін? Я, сөйтеді, мына қыз жоғалды. Қош бол, миллион. Тәтті ертегі осымен аяқталды. Билетті әкеткен қыз әне қайтып келе жатыр. Баяғыда атамның шабдаратының жалы осылай бір жағда төгіліп тұрушы еді. Бұл да солай, жалы бір жағына төгіліп жорғалап келеді. Келеді де, қазір маған қаралы хабарды жеткізеді. Бәсе, қолында пакеті бар. Ол пакеттің ішінде әдетте маған дәу боп шығатын LX өлшемдегі футболкамен жапсарына компанияның логосы салынған саптаяқ жатқан шығар. Шабдар шашты қыз алдыма келіп тықыр бетімен тұра қалды да пакетінің ішіне қол жүгіртті. Сөйтті де бірнеше қағазда алып шықты. Мынау сіздің ұтысыңызды растайтын қағаздар. Жалмажан қағазды алып оқи бастадым. Рас екен. Мына қағаздар менің миллион доллар ұтқанымды растап, енді менің атыма бекіту керек. Заңдық жағы әп-сәтте орындалды. Келісім шартқа қол қойдық. Енді ешкім дауласа алмайды. Мына мекеме банкротқа ұшырап, болмаса қожайындары бәрін үптеп бір күнде тайып тұрмаса, менің миллион долларыма енді ешкімнің таласы жоқ. Миллион деп қоям, мұның 20% осыларда қалатын естігенде кішігірім шок, соққы, бәлкім микроинфаркт алғаным айтпаппын ғой. Азырақ дау бастап көріп едім, заңгерлер өзіме дүрсе қоя берді. Лашсыз көндім. Біз енді жұмыста 300 мың айлықтың 240 мыңын ғана қолға алып үйренгенбіз ғой. 60 мыңды салыққа, зейнетақы қорына құя салу деген аса бір жан ауыртатын шығын емес. Ал мұнда 200 мың долларды, 100 миллион теңгені тастап кетпекпін. Кеше ғана маңдай теріммен ұтқан миллион доллардан қолыма тиетіне небәрі 800 мың доллар екен. Ол да аз ақша емес, дегенмен миллион деген соң миллион беру керек қой. Тағы да бір аса қуанышты емес жаңалық, аты доллар болғанмен транзакциясының бәрі ұлттық валютамыз теңгемен жүрмек. Келісім шартта ұтыс көлемі ойын өткен күнгі бағаммен конвертацияланады деп ашық жазылыпты. Доллар тәулік сайын 1-2 теңгеге қымбаттағанның өзінде кешелі бері 1-2 миллион теңге жоғалттым деген сөз. Жарайды енді, қайда кетпей жатқан 1-2 миллион? Ақшаны қолға алудың реті былай екен. Қазір ол X-банк, атын атасам жарнама болып кетеді, деген банкте, менде сол банктен есепшот ашып, ақшаны сонда аудартуым керек. Сосын қаржыны қолма-қол алып, басқа банктегі есепшотыма апарып салуым керек. Егер банктен банкке тіке аудартсам, миллион доллардың жоқ, 800 мың доллардың ортадан ұсталатын комиссиясы кішігірім бір көліктің құнына жетіп қалмақ. Ол шаруаның да жартысы сол жерде, нақ майданда шешілді. Бір бұрышта X-банктың өкілі отырады екен, менің атыма банк аккаунт ашылды. Аударымның жасалғаны туралы хабарлама да келді. Енді ақша менің есеп шотымда. Оны бірден долларға айналдыруға тырысқан әрекетімнен түк шықпады. Әзірге бәрі ұлттық валютамен орындала бермек. Ондай кезде теңгешіл өздері. Үйге келгенде келіншегім лото миллион туралы ізденіп, нануға даяр отыр екен. Құжаттарды көрген соң, сенімін одан әрі тұмшалай берудің ретін таппадым.
Дегенде барынша жарқын эмоция танытқысы келді білем. Бірақ ол да жоғарыда айттым, орта статистикалық қазақ ел емес пе? Жарқырап қуануы аса сәтті болмады. Әуелі «Иу!» деп айқайлайын деп еді, онысы айқайлағаннан гөрі сыбырлауға жақын шықты. Бөлменің ортасында жас қыздарша секірмек болған, аяғын қайырып алды. Бір-бірімізді құшақтап едік. 11 сыныпта оқитын оқушы ұлдардың өзара амандасқандағы құшақтасулары секілді ебедейсіз шықты. Қуану салтанатын аяқтап болып, енді жоспарлау жұмыстарын бастадық. Туыстарға хабарлау мәселесінде ойымыз бір жерден шықты. Әзірге ешкімге тіс жармайық. Жоспар түсінікті, әуелі кредиттерді жабамыз, үйдің ипотекасын мерзімінен бұрын өтеп тастаймыз, әлде тұра тұрсын ба? Жарайды, ретіне қарай көрерміз. Өзімізге дұрыстау бір үй алып, 2 балаға бір бөлмелден болса да 2 үй жасап қойсақ. Көлік міндетті түрде. 2 жақтағы әке-шешемізге қаладан үй алып көшіріп алсақ деген арманымыз бұрыннан бар еді. Оған жете ме, жетпей ме? Алсақ 2 жаққа да алу керек. Олар жер үй қалайтындары анық. Сонда бар ақшаны әлдене сатып алумен-ақ сарқа салмақпыз ба? Сонда біздің өміріміз өзгере ме? Үй өзімізге болады, ай сайын ипотека төлемейміз. Болды ма? Айырма сол ғана ма? Мұны бизнеске салсақ ше? Қандай бизнеске саласың? Оның табысты боларына кепілдік бар ма? Бұл сұрақтардың кейбірі әйелімдікі, кейбірі өз көкейімнен шыққандар. Қалай болғанда да жоспарлауда әлдебір тығырыққа тіреліп қала бердік. Дубайға демалып келу, тіс салдыру секілді тізімнің төменгі жағын талқылауға құлық та болмай, ертең көреміз қалдырып жатып қалдық. Дөңбекшіп жатып, жоспарды ойша тағы сүздім. Миллион емес, 2 миллион болса. Дәл жеткенде екен. Біреуін алаңсыз жұмсайсың, біреуін қорықпай бизнеске саласың. Әйеліммен әңгімеде екеуміз де анық білініп тұрған, бірақ айтуға өз-өзімізден аса алмаған тағы бір тақырып бар. Ол інім Сағидың науқасы. Сіздерге айтпадым, әкемнің ағасының баласы бар. Туған болмаса да, туған інім есепті ғой енді қазақтың жолында. Сол күні кеше 2-ші химиясын алып келіп жатыр. Қазір осындағы қатерлісік орталығында жатыр. Химиядан кейін жағдайы жақсы дейді. Чатқа суретін жіберген, шашы түгел түсіп, беттерісі жақ сүйегіне дейін жабысып қалыпты. Ат арыса тулақ, адам арыса аруақ. 20-дағы зіңгіттей жігіттің мына кейпіне көз тоқтатып қарауға дәтім әрең жетті. Суретке күлімсіреп түсіпті. Жағдайы жақсы дегені сірә сол болса керек. Әйтпесе 3-ші стадия деген жағдайы жақсы болудан кетті дегенді білдірмей ме? Кеше туыстарға айтпайық деп бір ауыздан ұғынысқанымыздың бір сыры осындай еді. Сағидың емі Германиядан табылып тұр. Отасына $500,000 ақша керек. Соны естігелі жанталасып, журналист әпкеміз Раушан сбор ашқан. Қазір не көп, ракпен ауырған адам көп, не көп, ақша жиған ел көп, ол тірлік маңдымады. Туған туыс, аз-маз бірдеңе жиып берген болдық. Менің жұмыстағы әріптестерім 1000 теңге, 2000 теңге аударып, бір 20-30 мың құралды. Сонымен бар түскен ақша Германия түгіл, осындағы дәрісіне де жетпей. Қазір енді сол ашылған сборды парақшасында жарнамалап беретін әнші, блогер дегендерді іздеп, жекелеріне жазып, жоқтан үміт етіп жүріп жатқанбыз. Сағи әдеп ауырды дегенде бәріміз тік тұрдық. Кейін бірте-бірте әрбіріміз өз өмірімізге оралдық. Қазір сол Раушан әпкем ғана жарға құлағы жастыққа тимей шырылдап жүр. Менің миллион ұтқаным сол Сағидың пешенесіне мекен деген ой басында-ақ келген. Тұтасымен соған садақа қылсам деп те ойлағам. Алдымен қолыма түссін дегем. Енді міне қолға түсті. Қолға болмаса да банк шотымда тұр. Жаңа ғана әйелім екеуміз ол ақшаны мүлде басқа мақсаттарға жоспарладық. Соның өзінде жеткізе алмадық. Сағидың еміне берсең, тұтас жауып беру керек. Жарым-жартылай берсең, берді не, бермедің не? Одан ажал аузында жатқан адам атып тұра ма? Шапқылап кете ме? Ақшасы бар адамдар арсыз келеді дейді. Келіспес едім. Арсыз адам ақшасы жоқта да арсыз. Арлы адамның адамдығын ақша тұмшалай алмаса керек. Мысалы, менің арымды мазалап жатқан тағы бір мәселе. Киноға бірге барған әріптесім. Оған ұтыстан 30% беруге уәде еткем. Ол деген $240,000. Уәдемде қанша естен шығарып елемеуге тырыссам да, кемелеп миыма кіріп ала береді. Ұжданның мазалауы деген сірә осы шығар. Ұжданымның барына шүкір, демек мен тірі адаммын. Оқушыларыма шәкәрімді бекер оқытып, олардың алдына бекер тамсанып жүрген жоқпын. Демек, 200-ді оңбаған емеспін.
Бірақ ар-ұжданның мазалауы бар да, оны тыңдау, сонымен әрекет ету басқа нәрсе ғой. Онда неге сол жағрапия пәнінің мұғаліміне барып осының бәрін айтпайсың? Сол болмағанда бұл ұтыста жоқ еді ғой. Әрбірден соң осы ұтыс соның тәлейі шығар. Құдай тағала сені сынап тұрған шығар. Айтпақшы, мені жағрапия мұғаліміне барып 240 мың долларын міне deyip қоюыма тағы бір кедергі бар. Әйелім оны көтере алмайды. Ақшаны қимағаннан емес, сіздерге тағы бір нәрсені айтпадым. Жағрапия мұғалімі менің киноға бірге барған әріптесім еркек емес, әйел. Әйел болғанда да кексе келіншек емес, тұрмыс құрмаған қыз. Жоқ, арамызда ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ болғанда қалай енді? Былтыр қыс бойы WhatsAppпен сөйлесіп жүріп, оны әйелім оқып қойып үлкен бір шу болған. Әйелім 2 баланы алып төркініне кетіп қалып, мен бір ай жалынып жүріп әрең алып келгем. Жағрапия мұғалімі басқа мектепке ауысып кетті. Жақында тілден түртіп, Фейсбуктағы жазбасына лайк баспаймын ба? Содан сөйлесуіміз қайта басталып кетті. Тағы айтам, екеуміздің де бөтен ойымыз жоқ, тек саясат, өнер туралы ойларымыз үндесіп, әңгімеміз жарасады. Қанша мұғалімнің арасында Фейсбукқа пост жазатын тек сол қызды көрдім. Өзі өжет, білім саласының балықтарын қорықпай айтады. Жиналыста директорға қарсы уәж айтсам, тайсалмай жақтасатын да сол ғана. Ондай адаммен пікірлесіп араласқанда не тұр екен? Ол да бір бауырларының бар тауқыметін мойнына алып, жазықсыз істі болған інісіне араша түсем деп шырылдап жүрген бір бейбақ. $500 000 оның да өмірін басқа арнаға кілт бұрар еді. Жалпы менің осы ақша ұтқаным мәңгі жұмбақ боп қала ма? Әлде қазір болмаса да күндердің бір күні ашыла ма? Менің ішіме сыйғанмен әйелімнің ішіне сыя ма? Түбі ашылып жатса, жақын жуықтың бетіне қалай қараймын? Неге көрші қаншыладың десе, не сылтау айтам? Әрбірден соң, бұл менің өз шаруам емес пе? Осы басқа адамның шекарасын сыйлауды біз қашан үйренер екенбіз? Жарайды делік. Енді осыны жағрапия мұғалімі білсе ше? Екеуміз кофе үстінде сөз етісетін әділет, адамзат миссиясы, алаш зиялыларының құрбандығы сынды аса ірі тақырыптар әшейін көзбояу боп шыққан бола ма? Егер осы ақшаны мен емес, ол ұтып алғанда қалай болар еді? Таңға жуық оянып кеттім. Киімшең ұйықтап қалыппын. Алғаш келген ой, осы мен үлкен бір алаяқтық жобаның құрбаны емеспін бе? Құжаттарымды бердім, менің атымнан әп-сәтте есепшот ашылды, менің атымнан кредиттер алынып, менің атымнан заңсыз шаруалар істеліп жатса ше? Қой, тездетіп ақшаны шығарып алайын да, күмәнді банктегі мына шотты жауып тастайын деген ой келді. Бүгін тағы жұмысқа бармаймын, құрып кетсін жұмысы. X банктегілер ондай көлемдегі ақшаны қалаған уақытта бере алмайтындарын, ол үшін алдын ала өтініш жазып, тапсырыс беруім керек екенін айтты. Бір қанша күнде әлгіндей көлемдегі ақшаны белгілеген бөлімшеге түседі, ал мен оны қарулы күзеттің қатысуымен ғана шығарып ала алам. Сонда нақты қашан? Бүгін емес, ертең емес, арғы күні. Арғы күні келіп болсашы, сол аралықта әйеліммен 100 ұрысып, 100 татуластық. Ең үлкен шайқас Сағи туралы әңгімеге тірелгенде орын алды. Әсілі әйелім жаман адам емес. Осы Сағи ауырғанда да дәрігер іздеп, ары-бері алып жүріп сабылғаны бар. Туыстардың бәрі 50 мыңнан беріп жатқанда, біз 100 берейік, екеумізде жұмыс істеп жатырмыз ғой деген осы әйелім. Бұл жолы дым татырмайық деп отырған ол жоқ. 1 миллион теңге берейік, дейді. Мен берсек ең болмаса 100 миллион беру керек деймін. 70-ке түстім, көнбеді. 50-ге түстім, көнбеді. Бәрін қағазға сызып есептеп қойыпты. Ол есепке тіпті әке-шешемізге әперетін үйде сыймай қалған. Сағи бәрібір жазылмайдыға келді бір кезде әңгіме. Ол өлгенде өзімізді кешіре аламыз ба, деймін мен. Тіпті әке-шешемізде ұзақ жүрмейді. Одан да ақшаның бәрін балалардың болашағына салу керек. Олар жайлы жерде тұру керек, жақсы жерде оқу керек. Ертең біз құсап Агуде, Жемпеде оқып қалмау үшін шетелде білім алатын капиталдары дайын тұру керек. Мынау Құдайдың соларға жіберген жолдамасы. Былай қарасаң, айтып отырған уәждері орындақ. Ертең-ақ үшеуі біз 3-ші бөпе күтіп жүрміз айтпақшы. Оқу бітіреді. Сол кезде олар да біздің кебімізді құшпас үшін осы бастан болашақтарын ойламаса болмайды. Ақыры мәмілеге келе алмадық. 1 миллион бергенше мүлде берме дедім. Бермеймін деді ол. Иә, бермеймін деді. Бірінші жақпен айтты. Мына ақша оныкі боп кетіпті. Осы 2 күнде мектепке 2 рет құр сүлдерімді апарып келдім.
бұрынғы жан салып сабақ өтетін, тақырып түсіндіру мен үй жұмысын тексеруден әлденеше минут артыла қалса, тамағы қарлыққанша үзілісте өзара қазақша сөйлесудің маңызын, ана тіліміздің ата-баба аманаты екенін балалардың құлағына құйып қалудан жалықпайтын мен жоқ. 2 күнде де мұғалімдік міндетімнен еркін тақырыпқа шығарма жаздырып құтылдым. Банкке баратын межелі күнде келіп жетті. Екі ортада доллар тағы 12 теңгеге қымбаттады. Сонда 2 күн 20 мың доллардай жоғалтып отырмын. Осыдан ақшамды шығара салысымен дереу долларға айырбастаймын. Банкке келерден бұрын 400 миллион теңгенің көлемі мен салмағын ChatGPT-ден сұрап алғам. Егер 20 мыңдық банкноттардан тұрса, салмағы 20 келі. Бірінің үстіне бірін тізгендегі ұзындығы 2 метр болады, деп жауап берген ол. Сондықтан дөңгелегі бар чемоданның бірін алып алдым. Бір жағы жолаушылап жүрген адам секілді көрінейін деген ойым, бір жағы 20 келіні көтеріп жүргеннен сүйреп жүрген оңай. Әрі мына чемоданның сыдырмасында құлпы бар. Кассадан әлгі ақшаны санап алғанша 1 сағаттай уақыт кетті. Ақша санайтын аппараты ойлап тапқан адамға Құдай жары болсын. Мынаның бәрін қолмен санасаң не болады деші. Осы кездің бәрінде кассаның аузын қару ұстап, бұрынды кеудеше киген еңгезердей жігіт күзетіп тұрды. Бұл жағдайда тіпті де назар аудартып жау шақыратындай көрінді маған. Мысалы, мен осыдан кейін банкке қарулы адам көрсем, біреу аса ірі көлемде ақша алып жатқанын білетін болам. Оның үстіне қарауыл қарап, сақ қимылдап тұрған бұл жігіт жоқ, тым жайбарақат, ауық-ауық телефонын шұқиды. Біреу артынан кеп, қолынан қапсыра ұстап алса, бітті. Екінші бір адам қалтасынан тапаншасын шығарып, тыпыр етпеңдер, атып тастаймын, деп ақ оп-оңай сыпырып кеткелі тұр. Оны былай қойғанда, мына жігіттің өзі де сыбайластарына мен туралы наводка беріп тұрған болуы әбден мүмкін ғой. Көкжейде, қара джинсы киген, көзінде көзәйнегі бар арықша жігіт бәлен көшедегі X-банк бөлімшесінде қыруар ақшамен шығады, дей салса бітті ғой. Өте қоймас. Мен тоналсам бірінші күдік осы банктегі адамдарға түсері анық. Бірақ тоналып болған соң, күдік түсті не, түспеді не, ол ақшаны ешкім саған тауып әкеп бермейді. Бір жағы шексіз қуаныш дедім. Неше күннен бері көңілімді күпті қылған ақша, экрандағы цифрлардан кәдімгі шын купюроға айналып, көз алдымда қара чемоданыма тоғытылып жатыр. Енді игілікке жұмсалсын де. Кісі өмірін құтқарғаннан артық қандай игілік болуы мүмкін? Тап осы сөзді ішімнен емес, сырттан естігендей болдым. Ұжданым ғой. Бала кезде Николай Носовтың «Дым білмесін өліп өшіп» оқығаным бар. Сонда «Дым білместі ар-ожданның мазалауы» деген бөлім қатты есімде қалыпты. Ар-ождан деген кісі кейпінде елестеген сонда маған. Енді көзім жетіп келеді. Ұжданның кейпі болмаса, даусы бар екен. Оны мен кәдімгідей естіп жүрмін. Ақшамды чемоданға нығарлап салып, сыдырмасын жауып, құлпын бекіте алған соң, кассирден такси келгенше осы будкада бола тұруға рұқсат сұрадым. Ол келісті. Маған қазір із жасыру керек. Бірнеше таксиге тапсырыс беріп, олар жете бере тапсырысты жойып отырдым. Әдетте оның бәрі ақша ұстайды. Ұстаса ұстай берсін, бастан құлақ садақа. Бұрынырақта естіген бір әңгімем бар еді. Әдетте тонаушылар банк қызметкерлерімен байланыста отырадымыз. Осындай бір майлы клиент қомақты ақша алатын кезде, қарақшылар көшеден басқа біреудің тұрған көлігін үптеп кетеді, яғни угон жасайды. Мен сияқты клиент ақшаны алып, көлігіне мінгенде, жаңағы үптелген көлікпен соңына түседі де, оңтайлы жерден байқамай апат жасайды. Я артынан, я бүйірден әйтеуір соғады. Мен сияқты клиент есі кетіп авариямен әуре болып жатқанда, мына құсаған ақша толы чабаданда қолға түсіреді. Сол сәтте өзге көлікпен сыбайластар келе қалады. Қарақшылар үптелген көлікті сонда қалдырып, өздері зым-зия болады. Осы секілді қитұрқы тәсілдердің мен естімеген, білмеген, миым жетпейтін басқа заң түрі бар шығар. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ. 3-ші я 4-ші тапсырыстан кейін келген таксимді банктың тап аузына тақап келтірдім де зып етіп мініп кеттім. Жақ ашпаған күйі үйге жеттім. Жарты жолға дейін бір сұр элантра соңымыздан қалмай келе жатқандай көрінді. Қорыққанымнан нөмірін суретке түсіріп, әйеліме жолдап қойдым. Беспетровадан бұрылған кезде ғана ол тік өтіп кетіп көзден таса болды. Үйге кіріп, үй есікті ішінен бекіткен соң барып, дедім. Одан бері 10 шақты күн өтті. Қара чемоданның құлпы сол күйі ашылған жоқ. Ол бір ашылса, ішіндегі ақша түбі тесілген шелектей сары етіп демде сарқылатындай бір қорқыныш бар. Осы толық күйінде көңіл толғайтып тұр.
Айтпақшы, ақша үйге келген күннің ертеңінде оны долларға айналдырмақ болып біраз жанталастым. Ондай ірі сомаға ешкім доллар сатпайды екен. Тағы бір білгенім, қазір доллар алатын кезең емес, алда салық тапсыру маусымы келе жатыр. Ірі мекеменің бәрі салық төлеу үшін жаппай доллардан теңгеге айырбастайды. Сол кезде доллар төмендеп, оның айналымдағы көлемі де артып, айырбасқа қолайлы шақ туады. Сол кезде күтпек ләзім. Қара сандықтың сыдырмасы сырылмаған күйі сары майдай сақталып тұруының сырлары міне осындай себептерде жатыр. Қара жәшік ашылмағанымен оның көлемі көз алдымызда кішірейе берді. Жіліктеп санаса 400 миллион теңге деген дым емес екен ғой. Ары тартсаң ары, бері тартсаң бері жетпейді. Бәсе, осы әлденеге мысалы кино түсіруге, жол төсеуге, құрылыс салуға пәлен жүздеген миллион, он нешелеген миллиард ақша бөлінсе де, істің мандымайтынын енді ұққандаймын. Сол екі арада әйелімізбен 2 рет айырылыстық. Айырылысқанда түпкүйде теңбейіп қарашабадан жатыр, кім қайда кетеді? Екеуміз де өлсек, сүйегіміздің соның құшып жатқанын қалап тұрған жоқпыз ба? 2 ретте де айналып кеп қайта қосылдық. Басқа байлық біткелі ойым кәдімгідей жүйеленіп қалды. Енді біз баяғыша өлім, перу, ұлт тағдыры секілді әр нәрсені ойлай бермейтін болдым. Мақсатым айқын, мынақшаны қалай ертең өкініште қалмайтындай тиімді жұмсау. Теледидардағы тілмен айтқанда игеру. Бірде жатып алып ойландым, мен мұны бизнеске салайын, ақшаның өзі ақша тапсын. Сонда бәріне жетеді. Содан дұрысы жоқ. Кімге бардым, қандай бизнесті қарастырдым, қалай іздендім, оның бәрін тәптіштесем, мына әңгіме бітпейді. Білесіздер ғой, мен бір нәрсе айтсам, дөйдалағы лағып, керексіз ойларға ілесіп кеткенімді. Сондықтан қысқа қайырайын. Жұмысты тастадым да, тұп-тура 2 ай ақша салатын бизнеспен сенімді серіктес іздедім. Олардың ішінде сіздер танитын, парақшасын оқып жүрген белгілі кәсіпкерлер мен коучтар да бар. Әрқайсысының жазбаларын оқып, сұхбаттарын көріп, кейбірінің ақылы сабақтарына қатысып әбден-ақ зерттедім. Ендігі міндет солардың өздерімен жеке танысып араласу, білім нәрін бұлақтың басынан сіміре отырып, болашақ бизнесіме барынша сауатты саналы қадам жасау. Бұрын араласу түгіл, жанына барып суретке түстесе қысылуы мүмкін кісілермен тесіл табысып кете алу қиын болмады. Үйде қозғалыссыз тұр демесеңіз, $1 миллион деген адамға кәдімгідей сенімділік береді екен. Оның үстіне ойым алған адамдардың не айтып, не жазғып жүргеніне өздерінен артық білім алғам, шеттерінен үйіріп әкеттім. Маған қиын тигені олармен кездесіп шәй ішу, бірге моншаға, атқа, картингке бару. Дәлірегі соған кеткен шығындар. Шығын десем аз көрінер, қыруар қаржы, қисапсыз қаражат. Мен бірақ дегенімде тұрдым. Қарашабаданның құлпын ашпаймын дедім, ашпадым. Бір ашсаң қайта жабу қиын, тесік шелек. Жоғарыда һәм одан басқа да шығындарды әркімнен қарыз алып жауып отырдым. Несі бар? Ертең сандық ашылғанда қайтара салам. Ол кезде мұның бәрінің нүктесі қайғылы боларын қайдан білейін? Бір күні кезекті кездесуден қалжырап келіп төсекке құлай кеттім. Жіптің ұшы шыққан секілді. Осы кезге дейін кездесулерден ақшаңды салып жіберіп, сауып отыра қоятын кәсіп жоқ екен. Бәрі де қорқынышты, бәрінде де үміт пен күдік 50-50 екенін жақсы ұғынып үлгерсем де, мына бір жоба тап менің іздегенім екенінде шүбәм қалмаған. Әне-міне бар жігерімді жиям да, ақшамды осыған салам. Осыдан көрде тұрыңдар, мүлде басқа адамға, басқа деңгейдегі тұлғаға айналам. Кенет неше күннен бері ақшаны тексермегенім есіме түсті. Әйелімді жұлқылап оятып, төсектің матрасын, мына жағдайда қазынаның қақпағын көтердім. Мұның астында көрпе жастық, ақ жаймалар жату керек. Оның астында қарашабаданда ақша. Бәрі орнында, көрпе жастық, ақ жайма, құдірет, шабадан жоқ. Осыны сіз де болжаған шығарсыз. Сондықтан ол шабаданды қалай шарқ ұрып, аласұрып, ышқынып, демім тартылып іздегенімді сипаттап уақыт созбай-ақ қояйын. Қарашабадан сол күйі табылмады. Жер жұты деуден басқа нұсқа жоқ. Жер жұты дейін десең, астымыз жер емес, жалғыз тұратын орыс кемпірдің пәтері. Келген сақшы да құрары жаздырып алып кетуге жиналған. Бар айтары, уайымдамаңыз, іздейміз, хабарласамыз. Болды. Не бар еді ішінде? Ақша. Қанша ақша? Көп ақша.
Қанша екенін айтсам ба, айтпасам ба, оны да білмеймін. Айтсам жан салып іздеп тауып алып, бірақ маған хабарламай қоятындай. Айтпасам мүлде табылмайды. Мүмкін өзім іздеп табармын. Сақшы жігітті жетелеп жүріп подъездегі камераларды қарадық. Құдай тоба, ешбір істемейтін боп шықты. Былтыр ғана КСК деп аталатын Құдай біледі қаһары мен құзыреті ұлттық қауіпсіздік қызметі мен біріккен ұлттар ұйымынан да артық бір ұйым ба? Мекеме ме, одақ па, әйтеуір бір құрылым камера деп, өз бастарының қауіпсіздігі үшін деп, пәтер басынан 5 мыңнан жиып алмап па еді? Бір жеті дегенде менің ол ақшадан күдерімді әбден үзілген еді. Ойлап түбіне жете алмадым. Оны кім алуы мүмкін? Балалардан сұраймын, әйелімді тергеймін, көршілерден жауап алам, жапсарлас үйлердегі, көшедегі, әйтеуір қол жеткен жердегі камера атаулының жазбаларын түгел шолам. Үшті күйлі. Қалай келді, солай кетті. Бүгін таңертең Сағиға бардым. Бардым да кіргізбейді. Астында отырып, Рошан әпкеммен жолықтым. Апарған сәлем сауқатымды жөнелттім. Мен келіп отыр дегенде қатты қуаныпты. Біз бәрібір кіргізбейді деп келмей жүргенімізді сылтау қылады екенбіз ғой. Өз аяғымен аурухананың босағасын аттасаң, іште жатқан адамның көңіліне ол да медеу екен ғой. Әпкемнің айтысына қарағанда жағдайы жақсы дейді. Тәбеті де дұрыс. Бірақ метастаз жайылып кеткен. Әлгі ота болғанда кім біледі, құлантаза айықпаса да 5-6 жыл өмірін созуға болар ма еді. Түстен кейін жаңадан тапқан блогер кәсіпкер достарыммен парашюттен секіруге баратын болғанбыз. Зауқым шаппады. Бармаймын деп те жазып жібергелі тұрдым да, ойыма әлдебір жоспар сұлбалана қалды. Әсілі бір емес, бірден 2 жоспар. Бірі болмаса бірі. Оның үстіне тәрбие завучы Айнардан қарыз алып ақшасын төлеп қойғам, далаға кетпесін. Қала сыртындағы сынақ алаңына жетіп, тікұшаққа мінуге кезек күтіп отырмыз. Инстаграм мен тиктокта жазылушысы көп кәсіпкер досыма ақырындап Сағидың жайын айттым. Туған інің бе еді? Жоқ, әкемнің ағасының баласы. Ол тек жоқ деген жерін ғана естігендей болды. Қазір ондай сборлардан ақша жиналмайды. Оның үстіне ақша жинағандарды қатты тексеріп жатыр. Осыны айтты да, ар жағына қарап келесі бір сапарлану жоспарын талқылап кетті. Маған керек болмаған інімнің өмірі бұған керек болсын ба? Өзімді жер бетіндегі ең оңбаған, сұмырай, жексұрын 200-ді, дүние қоңыз таяз надан, көрсоқыр тағы қандай жаман сөз бар, солардың бәрін қосқанда шығатын сипат ес сезініп кеттім. Ақшаны ешкім ұрлаған жоқ, ол әлдебір құдіретпен жоқ боп кетті. Тіпті ұрлаған күнде де менің жазам үшін жаралған бір қарақшы қолдетті. Ол бірақ маған аз, мен осы кейпіммен жер басып жүруге қақылы емеспін. Бұрын өлім түрлері туралы тізімімдегі байқаусыз секілді көрінетін өлімдер категориясында осы тікұшақтан секіріп, бірақ парашютті ашпай қою мүмкін деген пункт бар еді. Тапаншам жоқ деген секілді, мені кім парашюттен секіртсін деп, мұны мүлде елеусіз қалдыратынмын. Енді міне, сәт сағаты туып тұр. Қазір түк білмегендей болып барам да, шырқау биікке көтерілгенде төмен қарай құлдилай жөнелем. Басында ауаның кедергісімен баяу ұшам, сосын жерге жақындаған сайын үдей ұлғая түседі. Ал мен парашюттің бауын ағытпаймын. Бұл сендерге 7-ші қабат емес, жер беті мен секілді лас жүректі адамнан осылай тазарады. Ойлағанның бәрі орындала бермейді, іс жүзінде бәрі керісінше өрбіді. Секіре салған кезде бір сәтке есімді жоғалтып алдым. Манағы ойлардың бәрі ұшты күйлі. Әлдене ойлауға шамам келгендегі алғашқы сұрақ мынау еді. Неге ғана секірдім? Неткен қорқынышты? Ендіге келген сауал, өлген кезде қайда барам? Құдайға сенбейтіндер айтатын қапқара түнек мәңгі тоқтау, ізсіз жоғалу болса, осы әрекетіме қуанбақ түгіл, өкіне де алмай қалсам, онда бұл шешімімнен не мән бар? Ал егер діндарлар айтатындай қандай да бір жауаптасу, әлдебір әділ сот құрлар болса, онда менің ол сотқа осы жексұрын күйі барғанымнан гөрі айыбымды барынша жауып алып аттанғаным ақылға қонымды емес пе? Оның үстіне жер бетіндегі дін атаулының ешбірі өз-өзіне қол салғанды құптамайды дегенді оқығаным бар. Оның бәрін былай қойғанда 2 баламды кімге тастамақпын? Жоқ, олай тайқыма. Айыпты жуғанмен өз-көзің анық жеткен жүрегіңнің ластығын қалай тазартпақсың? Сондай жүрекпен жер басып жүруге қақың бар ма? 2 бала мүмкін сен секілді адамнан тәрбие алмаса жақсы азамат боп өсер. Кенет, Құдай тоба, егер мен перулік боп өмірге келгенімде не болар еді деген ой келді.
Жерге құлағанда белімнен түсіп, грижам жазылып кетсе, директор мені мақтап жатқанда шешесінен боқтасам, ашуланғанның орнына қарқылдап күлетін шығар, иә? Күлкілі ғой шынында. Өзімді кешіргенімді түсіндім. Бойымда әлдебір жеңілдік пайда болды. $1,000,000 табылып жоғалғаны да түкке тұрғысыз нәрседей көрінді. Бұл кезде мен 9,8 км сағат үдеуімен жерге қарай еркін құлап бара жатқан едім. Куала-Лумпур, 2025 жыл. Соңы.